Қайырлы күн, оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Қалайсыздар? Мен бет тазарту маскасының екінші әдісін айтайын деп отырмын. Мен сіздерге қазір осындай қайнаған су қажет болады. Осындай қайнаған су. Кішкене қайнап тұр. Осындай сумен және де осындай бізге көк шай қажет болады. Осындай көк шай қажет болады. Осындай көк шаймен осылай араластырып аламыз. Және де кішкене көптеу етеміз, өйткені бізге крепкий болу керек. Сол үшін 1,5 қасық қостым көк шайдан. Кішкене суыған күтеміз. Осылай тұндыруымыз керек. Осындай тұндыруымыз керек. Барлық көк шайдың ішіндегі барлық витаминдері бетімізге шығу. Көк шайдың несі витаминдері шығу керек. Осылай араластырамыз, жақсы араластырып аламыз. Осындай аппақ ватный диска қажет болады. Бұны біз таза бетке жасап жатырмыз. Сол үшін міндетті түрде таңда жасасаңыздар, бет тазарту маскасын жасасаңыздар болады. Бұл енді маска емес, бет тазарту беттің әдісі. Бет тазарту беттің әдісі. Және де бетке жақсы уход, жақсы нәтиже көру үшін міндетті түрде осындай керемет осындай бет тазарту маскасын күнделікті жасасаңыздар, беттеріңіз өте керемет болады. Сосын түнгі маска. Енді қазір былай істейміз. Мен осылай. Осылай. Көк шайды осылай жылы болған сумен осылай бүйтіп сөйтіп шығамын. Осылай сөйтіп шығамын. Ештеңе қоспасыз беттеріңізді сүртіп шығасыздар. Сосын азанда көздеріңіз ісіп тұрған жағдайда жылайсыздар, мысалға кейде көп ұйықтайсыздар, сол кезде міндетті түрде осылай беттің көздің астына патчиден қарағанда осы көк шайдың патчиден 100 есе артықшылығы бар. Сол үшін міндетті түрде көздің астына осылай қойсаңыздар болады. Көздің астына ісіп тұрса, осылай көздің астына қойсаңыздар болады. Өте керемет нәтиже береді. 10 минут немесе 15 минуттың арасында көзіңіздің ісігі қайтатын болады. Оқырмандар, осылайша күнделікті жасаңыздар. Осы көк шайдың өте бетке әсері мықты. Сол үшін осы екінші бет тазарту маскасын міндетті түрде жақсылап мұқият қарап алыңыздар. Ал баршаларыңызға сәттілік.